Қайырлы күн. Бүгін кезекті сәрсенбінің сәтінде жобасы. Қадірлі қонағымыз Қарағанды тамақтандыру және сервис колледжінің бірінші курс студенті Шуляк Кирилл. Кирилл, қош келдіңіз. Алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Шуляк Кирилл. Бірінші курс ТО 25-16 группаның студентімін. Мен ана мен әженің қолында өстім. Анам мен Коленская Ирина, әжем Шуляк Лариса. Мен Шұбаркөл ауылында өстім, қазақ ауылында. Ол Нұра ауданы. Жақсы. Қазақ тілін қашан қалай меңгердіңіз? Мен ортам барлық қазақтар болған. Сол балалар мен қазақ тілінде үйретті. Сосын мама мен әжем олар үйретті. Қазақтар айтқандай, енді ана тілі біздің ананың сүтімен боймада дейміз. Жақсы, өте жақсы. Осы тамақтандыру және сервис колледжіне түсер кезде қазақ тілінің әсері болды ма сізге? Мамандық таңдауда? Өте қатты әсер етті, өйткені мына жерде андай өте көп конкурстар болады, немесе андай жарыстар болады. Сол жерде қазақ тілі өте керек нәрсе. Мені сол қазақ тілін білу үшін көп конкурстарға қатыстырады, соревнованияға қатыстырады, және балалармен өте андай общение жақсы болады. Сөйлесу, тілдесу қазақ тілінде, Осы қазақ тілді меңгергеніңіздің арқасында жеткен жетістіктеріңіз бар ма? Көп қатыстым деп отырсыз, Қандай сайыстарға қатыстыңыз? Өлең жаттау, сосын андай кітаптарды оқу, тағы да андай жарыстар болған. Қазақ тілінде қазақ тілі сабағында өте көп жетістіктер болған. Кітап оқу деп қалдыңыз. Қазақ авторларынан кімді сүйіп оқисыз? Абай Құнанбаев және Қасым Аманжолов. Өте жақсы. Өлеңдерін білесіз, Білемін. Енді өзіңіздің қатарластарыңызға, үзеңгілестеріңізге осы қазақ тілін үйрену жайында қандай кеңес берер едіңіз? Қазақстанда қазақ тілі өте қажетті нәрсе. Сол үшін андай жастар орыс тілінде емес, қазақ тілінде үйретуге кеңес беремін. Қазақтың қандай ұлттық тағамдарын ұнатасыз? Наурыз көже, бешбармақ, бауырсақтар, сосын шұбат, соның ішінде андай көбісінде нан қосылған, қымыз қосылған, сосын андай құрт, сондай тағамдар қосылған. Жақсы. Қандай хоббиіңіз бар? Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақытымда мен күреске қатысам, классикалық күрес. Сосын тамақты жасауды жақсы көремін өте. Жақсы. Кирилл, енді өзіңізге қолқа салғымыз келіп отыр. Абай атамыздың, Қасым Аманжолов атамыздың қай өлеңін оқып бересіз бізге? Өлең туралы. Отырам кейде құрысып, бойымда бір жыр жатқандай, өтеді уақытым жылысып, өз міндетті атқармай, кетемін кенет сілкініп, іздегенім тапқандай, манадан бері іркіліп, селім бір енді аққандай. Келеді өлең еселеп, үлгере жазып жатамын, бір әндетті бүрсілеп, морақатқа батамын. Құрысқан бойым жазылып, лапылдап отым жанады, отырғандай мәз қылып, ойнатып сәби баланы. Өлеңім мен бөбегім, өзіме тартқан секілді, үстіне түсе түнемін, үйретіп оған не тілді. Дүние қандай тамаша, реніш қайғы маған жат, құлпырам мәз бол балаша, айналам толған махаббат. Тамаша. Кирилл, біздің сұхбатымызға келіскеніңізге алғыс айтамыз. Еңбегіңіз жансын, оқуыңызды ойдағыдай аяқтап, білікті бір маман иесі болуыңызға тілектеспіз. Құрметті көрермен, сәрсенбінің сәтінде жобасы аяқталды. Келесі жүздескенше.